Endi Jusuf ekimiz шығуымыз керек еді. Jusuf маған айтты, сен осынша ғұмыр ішінде мені бір рет сахнаға шақырмаған екенсің деді. 35 жыл екеуміз сахнада жүрміз, мен бір рет шақырмаппын. Сахнаға шықсам білесіздер, Jusufты мазақтаймын, кекетемін, мұқатамын. Енді алпысқа келдің ғой, ұят болады, бір мақтап шақыр деді. Сонымен шақырайын мақтап, егер тілім жетсе. Енді бұлай енді. Бұл Jusuf біріншіден менің күйеу балам, әріптестіктен бөлек. Біз мына Қоңырат деген елдің ішіндегі мен маңғытаймын, ол жетімдер. Сота бір жақын бір қарындасым бар еді, соны отырып қалған еді өзіне. Соны жүкеңе бер, бақытты болып кетті екеуі. Енді жұрт сұрайды ғой Jusufке, сен арықсың, анау Jusuf Уәлібек семіз, сен бір семірмей қойдың ғой. Не болды саған дегенде Jusufтың айтатыны. Жұмысқа барсам көретінім Маңғытай, үйге келсем көретінім Маңғытай, екі Маңғытайдың ортасында өмір сүріп көріңдер, сонда семіргенді көретінім деп айтады. Көрдіңіз бе? Бұның ана бір әңгімесі ғой. Бұның әкесі передовой шопан болған, сүлеттерге барады жылда. Сосын бір жылы, о 8-ші класс оқып жүргенде Jusufты жіберді Шымкентке. Сен менің орныма барып келе қой. Уақытым жоқ деп. Енді бұлар құмның ішінде қой бағады. Құмның іші дала. Ол жақта бұларда туалет болмайды екен. Әр бұтаның түбі, сексауылдың түбі туалет деп есептелінеді да бұларда. Сол Шымкентте паркте жүргенде сүлетте бұл кісі қиналып қалады дағы. Паркте бір талдың бұрышына барып, бір әжетін жаратайын деп тұрса, милиция ұстап алыпты. Не істевасың десе, осындайды. Туалеттер ғой арада. Бар сол туалетке деп. Деп барып қалса туалетте бір жағына М, бір жағына Ж деп жазып қойған екен. Мұны көріп, бұған Маңғытайлар келеді екен ғой. Жыға жетімдерлер келеді екен ғой деп, жыға кіріпті бұл кісі. Сөйсе ішінен үлкен семіз деу орыстың қатын шығып келатыр дейді. Сөйсе саламас па әпше, сіздер жетімдер болдыңыз ба деп айтады дейді ғой. Енді тілімің жеткенше мақтап қояйын, сөйтіп сахнаға шақырып қояйын. Осыдан 27 жыл бұрын Шаншар театрын ашар кезде мен осы Jusufке барып жалынғанмын. Егер Jusuf болмағанда бұл Шаншар театры ашылмас еді. Осы театрдың арқасында абыройлы болдық. Сахна шеберлігі, мұна әртістеріміздің сонша күлдіру тәсілдер әртістері бұның бәрі Jusufтен үйренген. Бәріміз Jusufтен үйрендік, мен де үйрендім. Бұл 50 жасында сахнада жастардың алдында тұрып Майкл Джексон болып билеген. Білесіздер ме? Лунный поход жасады. Кеше 60 жасқа толған кезде егіз лебізге қатысып бас жүлдені алды бейшара. Мықты ма? Олай болса сахнада сол мықты менің сахнадағы әріптесім, ол да 60 талқындаған күйеу балам Jusuf Ақшора. Мақтағанда жанын шығарып жердің ғой, жанын шығарып жердің. Жанын шықырай. Жанын шығарып жердің ғой. Қалай? Сеп қалдың ба? Сен ген аяқтарды жылағым көп кеттің мақтағаныңа. Жылайын десіп қасындағылар ой алды бір, екі милиция тұрады, сол массың ба деп ұстап аламын деп. Үндемей жыламай шыдап кетіп қалдың ба? Адам жасы келген сайын сен кіш болады да. Сен өтірік айтып жатсың ба? Мен шынымен мақтап отыр екен десем? Жоқ, сіз кешіріңіз енді, бір екеулері өтірік. Мысалға сіз гран-при алдым дегенге мәз болып қалдыңыз ғой. Жеңіп алдым. Сіз ол гран-при алған жоқсыз. Ендігі ма? Мен алмайдым алдым, мен алдым ғой. Жоқ, сіз ән айтып атқанда жюридің бәрі бір көрсетті ғой мынаған, бәрі бір қойды. Сіз алған жоқсыз, алған мына кісілер. Осылар дауыс берді. Соның арқасында сіз гран-при алдыңыздар. Рахмет, гран-при сіздердікі.
Осы кісілер дауыс берді маған. Осылар ғой, осының бәрі дауыс берді. Рахмет онда. Біз Ha, өзіміз... men sizni qutlab bereyim. Неме? 65 жылдық па не? 60 жылдыққа сізді. Мына Арыс қаласының 65 жылдығына сәйкес келіп тұрған екеуміздің 60 жылдық мерейтойымызда бірінші рет сізді мен құттықтайын. Бола ма? Елдің өзінше, өзіңіз алдыңызда тұрғанда, сіздер де барғаннан кейін әңгіме қылып жүріңіздер де, Уәлибек ана Жүсіпті сахнада құттықтады. Ұзақ ғұмырларыңыздан беріп қойшы. 60-та алқымдап, Аумин. 60-та алқымдап, 70-ке жетіңіз. Аумин. 80-ден секіріп өтіп, Аумин. 90-нан тоқтамаңыз. Дәлші айда бер, дәлші кете бер, дәлші. Ұзақ кете бер. 100-ге жетіңіз. Сосын қаяққа кетсеңіз